Кидста жобасы аясында өңіріміздегі дарынды, талантты балалардың өнерлерін насихаттау мақсатында Баймырза Беспаев атындағы мектеп гимназиясының 10-шы сынып оқушысы поэзия өнерін жетік меңгерген, түрлі сайыстарға қатысып жүлделі болған Дүйсен Сымбат Серікқызының өнерімен танысатын боламыз. Сымбат, сәлем, қош келдің. Дайын болсаң, алғашқы сауалды бастайық. Сен поэзия өнерінен қалай келдің? Неше жастан бастап қатыстың? Мен поэзия өміріне осы 7-8 жасынан бастап келдім. Мені осы поэзия өнеріне Зухра Сүйбаева деген ұстазым өзіндік жетекшілік еткен болатын. Маған поэзия оқыған, жаттаған өлеңдерді мәнерлеп оқуға қатты ұнайды. Және де бұл өзімнің жүрегіме жақын, болашаққа таңдап отырған мамандығымда осы бойынша поэзия өнеріне жақын болып келеді. Өте жақсы. Сен поэзия үйірмесінде жүргеніне қанша уақыт болды? Поэзия үйірмесінде жүргенімде менде 2-3 жылдай болып қалды. Поэзия оқулары саған несімен қызық? Өзіңе көбінесе қандай өлеңдер ұнайды? Поэзия оқулары маған ең қатты ұнайтыны Мұқағали Мақатаевта өмірдің өзіндік қызықтары, және де қазіргі таңда ақындар оқып келе жатырмын. Ақындардың әйел тағдырлары, қыз тағдырлары, және де көптеген сол 19 ғасырдағы тұрмыстық салттық өнерлер және де тағдырлар көптеп сомдалады. Жақсы, сен поэзиядан басқа қандай үйірмелерге барасың? Поэзиядан басқа ешқандай үйірмелерге бармаймын. Қай ақын жазушының өлеңдері саған жақын? Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері жақын, көптеген. Және де қазіргі таңда абай оқуларында оқып жатырмын. Негізі барлық ақындарды меңгерген өте керемет. Себебі ақындардың алынған тақырыптары негізі әртүрлі болып келеді. Сөздері бірдей болғанымен маған соны бағын. Отбасың жайлы айтып берсең? Отбасында 5 адамбыз. Анам, әкем, ағам бар, және де сіңілім бар. Және де ата-әжем бар. Достарың көп пе? Әрине көп, достарым өте көп. Өйткені қазір 100 теңге болғанша 100 досым болсын дейді ғой. Сырласым да бар. Алға қойған мақсатың бар ма? Әрине бар, алға қойған мақсатым өте көп. Өйткені грант иегері атанып, ата-анамның үмітін ақтап, осы таңда және де жоғары оқу орнына түсіп, биік белестерді бағындырып, өзімнің армандарыма жеткім келеді, шетел аралағым келеді. Жарайсың, сол мақсатқа жеткенге тілектеспін. Сымбат, енді логикалық сұрақ-жауап ойынын ойнасақ қалай қарайсың? Біріншісі, бір жұмыртқа 4 минутта піссе, 4 жұмыртқа неше минутта піседі? 4 жұмыртқа 1 минутта піседі. Жарайсың. Сағат түнгі 9-да жаңбыр жауып тұрса, 72 сағаттан кейін күннің жарқырауында мүмкіндік бар ма? Жоқ, өйткені 78 сағаттан кейін 78. 72 сағаттан кейін түн. Қандай зат өзіңізге тиесілі болса да, басқалар одан да көп пайдаланады? Жарайсың. Қандай зат ауада ұшады, бірақ қанаттары жоқ? Уақыт. Қандай зат сөйлемейді, бірақ миллиондаған сөздері сақтай алады? Сымбат, енді қарап тұрсаң, грант медальдарың бар екен. Соның бірі туралы айтып берсең, қай байқауда алдың? Мен қазіргі таңда шығармашылық жұмыстармен, ғылыми жұмыстармен де айналысып жатырмын, поэзиядан бөлек. Яғни осы жақын арада ғылыми жобадан, яғни осы Дінмұхамед Қонаев кітапханасынан Әбіш Кекілбаевтың кітабын алған болатынмын. Сол туралы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, ғылыми жоба жарысына қатыстым. Аудандық дәрежеде 1-ші орын алдым. Осы облысқа өтіп, облыстан 2-ші орын алып, республикаға жолдама алғанмын. Және де көбінесе осы Сұлтанмахмұт Торайғыров оқуларынан да 1-ші орын алдым. Тек қана 1-ші орын алған жоқпын, 2-ші орындарым да бар. Өте көптеген яғни географиялық жағынан да табиғатты қорғау деген секілді қазіргі таңда өзекті болып тұрған тақырыптарда да зерттеу жұмыстарын жүргізіп, сол туралы 1-ші орын, 2-ші орындарды жарайсың. Сен жарысқа шығар кезде қобалжу сезім бар ма?
иә, алғашқы қатысқан кезде, бірінші рет жарыстарға қатысқан кезде ондай қобалжу барлығында болады деп ойлаймын. Себебі сен өзіңмен өзің жарыспайсың, басқа адамдармен бірге жарысасың. Ол адамдар сенен де мықты болуы мүмкін, немесе сенен әлсіз болуы мүмкін, сен оны ешқашан білмейсің. Тек қана бірінші орынды ғана тілеп отыру керексің. Және де осы жарысқа шығу үшін тек қана дайындықты қажет етеді. Тынбай еңбектеніп дайындық білсең, оқысаң, Аллах тағала да саған өз несібеңді береді. Ашық шынайы жауап бергенің үшін рахмет Сымбат. Алла разыларың көп болсын. Егер сіз де дарынды талантты болсаңыз, дайректке жаза кетіңіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.